бір айда 4 келіге арықтағыңыз келе ме? Бұл айтарлықтай қиын емес. Салмақ жоғалтуға келетін болсақ, қол жеткізуге болатын мақсаттарды қою өте маңызды. Айына 4 келі салмақты мақсат ету бұл жақсы тепе-теңдік. Тым шектен тыс емес, бірақ айырмашылықты жасау үшін жеткілікті. Салмақ тастау барысында табандылық көрсету өте маңызды. Енді сізде мұны қалай жасауға болады деген сұрақ тууы мүмкін. Осы сұрақтың жауабына тереңірек үңілейік. 4 келіден арылу жолы жоспардан басталады. Жоспар жай ғана орындалатын мен орындалмайтын істер тізімі емес. Бұл салмақ жоғалту мақсаттарына жету жолында шарлауға көмектесетін жол картасы, нұсқаулық. Сіздің өмір салтыңызға және қалауларыңызға сәйкес келетін салмақ жоғалту жоспарын жасау өте маңызды. Өйткені бір өлшем барлығына сәйкес келмейтінін мойындайық. Енді салмақ жоғалтудың сәтті жоспарының 3 тірегі туралы сөйлесейік. Ең алдымен бұл теңдестірілген диета. Бұл сіздің денеңізге қажетті қоректік заттардың дұрыс мөлшерін тұтыну туралы. Бұл өзіңізді аштыққа ұшырату емес, бұл сіздің денеңіздің дұрыс тамақпен қамтамасыз ету. Келесі кезекте тұрақты физикалық жаттығулар. Саябақта жылдам серуендеу, жаттығу залында жаттығу, немесе босаңсытатын йога сабағы болсын. Бастысы денеңізді қозғалыста ұстау. Соңғысы, бірақ өте маңыздысы, жеткілікті ұйықтаңыз. Жақсы түнгі демалыстың күшін ешқашан бағаламауға болмайды. Ол сіздің денеңізді жасартады және метаболизміңізді бақылауда ұстайды. Есіңізде болсын, жоспар оның орындалуымен ғана жақсы. Сондықтан өзіңізге деген міндеттеме маңызды. Енді біз мәселенің мәніне келеміз. Диета мен жаттығу. Салмақты жоғалтуға келетін болсақ, сіздің диетаңыз маңызды рөл атқарады. Теңгерімді диета бұл сапардағы ең жақсы досыңыз. Бұл өзіңізді аштыққа ұшырату емес, денеңізді қажетті қоректік заттармен толтыру туралы. Диетаны түрлі түсті тәрелке ретінде елестетіп көріңіз. Олардың әрқайсысы әртүрлі тағам тобын білдіреді. Пластинаның жартысы түрлі түсті жемістер мен көкөністерге, екінші жартысы майсыз ақуыздар мен тұтас дәндерге толы. Сіздің диетаңызға авокадо, жаңғақтар және тұқымдар сияқты пайдалы майларды қосуды ұмытпаңыз. Олар сіздің денеңіздің оңтайлы жұмыс істеуі үшін маңызды. Бірақ жалғыз диета көмектеспейді. Теңдеудің екінші жартысы жаттығу туралы сөйлесейік. Тұрақты орташа қарқынды жаттығулар артық калорияларды жағудың және метаболизмді арттырудың кілті болып табылады. Саябақта жылдам серуендеу, сергітетін суда жүзу немесе би сабағы болсын. Мақсат қозғалу. Неғұрлым көп қозғалсаңыз, соғұрлым көп калория жағасыз және салмақ жоғалту мақсатына тезірек жетесіз. Диета және жаттығу салмақ жоғалтудың екі тірегі. Бірақ есте сақтаңыз, жүйелілік бұл нәтиже береді. Жұмбақтардың соңғы бөлігі жүйелілік пен бағалау. Тек жоспар құрып, оны бір-екі рет орындау жеткіліксіз. Бұл күнделікті шағын пайдалы шешімдер қабылдау туралы. Кез келген салмақ жоғалту сапарында тұрақтылық өте маңызды. Бұл қабырғаны бір кірпіштен тұрғызу сияқты. Әрбір дұрыс шешім, әрбір пайдалы тағам, әрбір жаттығу сіздің қабырғаңыздағы тағы бір кірпіш. Енді бағалауға тоқталайық. Өзіңізді үнемі тексеріп тұру, үлгеріміңізді бағалау және қажет болған жағдайда жоспарыңызды түзету маңызды. Бұл жаман күн болды немесе жаттығуды жіберіп алдым деп өзіңізді ренжіту туралы емес. Бұл сіздің саяхатыңызды түсіну, жеңістеріңізге қуану және сәтсіздіктерден сабақ алу туралы. Есіңізде болсын, салмақ жоғалту бұл шыдамдылық пен табандылықтан тұратын ерекше бір саяхат. Сонымен, сіз бір айда 4 келіден арылу үшін осы сапарға шығуға дайынсыз ба? Есіңізде болсын, бұл баратын жер туралы емес, салмақ тастау сапары туралы. Ендеше, іске сәт.